Жақында Өзбекстан хаял қызларының 100 ең жақсы инновациялық таңлауының Қарақалпақстан республикалық басқышы болып өтті. Бұнда республикамыздың көплеген хаял қызлары өзінің инновациялық идеяларымен белсене қатынасты. Бүгінгі рубрикамызда сондай жастарымыздың бірі Қалбаева Назима менен сөйлесеміз. Назима, осы таңлау хақында кеңірек айтып берсеңіз. Жақында ғана Өзбекстан Республикасының хаял қызларының 100 инновациялық жойбары таңлауы бойынша екінші республикалық Қарақалпақстан басқышы болып өтті. Бұл таңлауда көплеген хаял қызларымыз өзінің әрқилы инновациялық жойбарларымен қатынасты. Бұл таңлауда көплеген достар аттырды, хамде осы достармен біргелікте тәжірибе алмастым. Осы таңлау жұмағында ең өнімлі инновация жойбары номинациясы бойынша жеңімпаз болдым. Хамде Ташкент қаласында болып өтетін жұмбақлаушы финал басқышына жолдаманы қолға кірттім. Таңлауда қандай инновациялық жойбарларыңызбен қатынастыңыз? Таңлауда бірнеше инновациялық жойбармен қатынастым. Атап айтатын болсам, Өзбекстанның ұлы тұлғалары атамасындағы мобил қолдама. Екіншісі, жәмиетлік ауқатлану орны үшін керекті болған бағдарлама. Демек, бұл кафе хамде ресторанлар үшін арналған. Демек, біз бұйыртманы автоматластыру. Өз орнымызда отырып біз бұйыртманы беруімізге болады. Үшіншісі, бұл универсал спарринг табло болып есептелінеді. Демек, өзім спорттың таеквондо ВТФ түрімен шұғылданып келмектемін. Хамде осы спортынан келіп шыққан халда универсал спарринг таблоны істеп шығуға мақсат қылдым. Демек, бұл универсал спарринг таблоны істеп шығудан мақсат жарыс давамында болып өтетін бағалау системасын электронластыру. Хамде сол уақыттың өзінде барша қатынасушыларға болып атырған уақияны электронластырып көрсетіп баруы. Назима, сіз осы таңлауда 4 инновациялық жойбармен қатынастым деп айтып едіңіз. Осы инновациялық жойбардың ақырғысы ақылы кітап хақында еді. Осы хақында кеңірек айтып берсеңіз. Ақылы кітап инновацион жойбарын істеп шығудан мақсат, демек, мектепке шекемгі болған балалардың тәлімінің раважландыру хамде бастаңғыш класс мектеп оқушылары үшін арналған. Демек, бұл кітаптың мақсаты балаларды өз бетінше кітапқа үйрету. Демек, бұнда харіплер берінгел. Хамде осы харіплер арқалы олар жаңа сөздер үйренуі мүмкін. Демек, ақылы кітаптың керекті құралы бұл ақылы ручка болып есептелінеді. Ақылы ручка қалай істейді? Демек, бала харіптің үстіне ручканы апарса, сол қандай харіп екенін айтып өтеді, хамде осы харіп бойынша бірнеше мысалдар келтіріледі. Бұнан тысқары кітаптың бір шетінде әрқилы графикалар берілген. Бұл графикалар түсінбедім, білуді халимен, маслахат, үйге тапсырмалар, ертеклер хамде қосымша мағлұматтар болып есептелінеді. Демек, оқушы осы графикаларға басса, сол оқушыға сол хақында толық мағлұмат береді. Хамде оқушы өзара сол хақында толық мағлұматқа ие болады, хамде түсінігі кеңейеді. Демек, кітабымызда бірнеше суретлер берілген, хамде сол суретлер үстіне білуді халимен графикасын басса, оқушыға осы сурет хақында толық мағлұмат береді, хамде сөздер келтіріліп өтеді. Бұл жойбарының техникалық тарифін айтып өтетін болсам, демек, бізде ручка қысмы Arduino микроконтроль процессоры хамде Arduino микроконтроль құрылмасы орнатылады. Демек, осы құрылма арқалы біз компьютердің C++ тілі арқалы коды жазамыз, хамде ручкаға осы бағдарламаны кіртеміз. Қазірде бұл еле жойбар болып есептелінеді, бірақ техникалық жағын істеп қойыппын. Керекті құрылмаларды алсам, кітапты істеп шығуға алдыма мақсат етіп қойғанмын. Бұл инновациялық жойбарлардан басқа сіз қандай жетістіктерге ерістіңіз? Балалық уақытынан спорттың таеквондо ВТФ түрімен шұғылданып келмектемін. Қазірде сол спорттың қара белбеу иесімін. Бұнан тысқары оқу дәрігайымызда көптеген таңлауларға қатынасып келмектемін. Атап айтатын болсам, жоғары оқулар арасында болып өтетін талабалар театр студиясының белсене қатынасып келмектеміз. Хамде 2016 жылы Қарақалпақстан Республикасы басқышында жеңімпаз болып, Ташкент қаласында болып өтетін финал басқышына жолдаманы қолға кірттік. Хамде осы финал басқышында командамызбен біргелікте сыйлы 3-ші орынды алуға миясар болдық. Және де мұстақылымыздың 25 жылғына арналған
Ватанымге діл ысқарым танлауында информация технологиялар номинациясы бойынша жеңімпаз болуға миясар болдым. Бұнан тысқары Қарақалпақстан Республикасында болып өте тұрған инновациялық көргізбесіне белсенді қатынас келмектемен хамде көптеген жетістіктерге ерістім. Жүдә жақсы Назима, енді алдағы қойған мақсатларыңыз хақында айтып берсеңіз. Алдағы қойған мақсатларым жүдә көп. Қазірде бүткеру қанегелік жұмысы үстінде жұмыс алып бармақтаман, хамде осы қанегелік жұмысымды жоғары нәтижелерге қорғап, оқуымды елде давам еттірмекшімен, яғни магистратура басқышында. Және де айтатұғын болсам, 100 инновациялық хаял қызлар талауы Өзбекстан Республикасы финал басқышы болып өтеді. Осы финалда өз жойбарыменен қатынасаман. Демек, мен жақсы нәтижелерге ерісуім үшін қазірде осы жойбарым үстінде көптеген жұмыстар алып бармақтаман. Хамде осы жойбарымды елде жетістіру үшін ұстазларымнан көптеген маслихатлар алып жатырман. Хамде көптеген іслер осы жойбарым үстінде алып барып жатырман. Яғни бір сөзбен айтқанымда Өзбекстан Республикасы финал басқышында қатынасып, жеңімпаз болуды өз алдыма ниет етіп қойғанмын. Рахмет, ниетіңіз жолдасыңыз болсын. Технологиялар раважланған сайын ізденулер артады. Бұл өз кезегінде жаңадан жаңа инновациялық технологиялардың қалыптасуына һәм тұрмысқа енгізілуіне түрткі болады.